Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз өмірдің маңызы. Жаңа тақырыпқа қатысты сөздермен танысып шығыңыздар. Грамматикалық минимум бойынша бұрынғы өткен шақ. Бұрынғы өткен шақ іс әрекеттің сөйлеп тұрған сәтпен салыстырғанда әлде қайда бұрын болғандығын білдіреді. Екі түрлі жолмен жасалады. Бірінші, сен мектепті бітіргенсің. Екінші, ол ауылға барыпты. Тапсырманы орындап шығайық. Тиісті қосымшаны қойыңыз. Бірінші сөйлемді үлгі ретінде оқып шығайық. Мен өткен аптада дәрігерге қаралғанмын. Ал келесі сөйлемдерді өздерін орындап көріңіздер. Енді жауаптарын шығарып көрейік. Келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Сұралу сөйлемдерге я немесе жоқ жауабымен толықтыру. Бірінші сөйлемді оқып шығып көрейік. Сіз Көкшетауға барғансыз ба? Жоқ, барған жоқпын. Келесі сұралу сөйлемдерге өздерің жауап беріп көріңіздер. Тексеріп шығайық. Келесі оқылым. Өмірдің маңызы мәтініне көңіл бөлейік. Оқып шыққаннан кейін мәтінмен жұмыс. Сөйлемдерін дұрыс қате екенін анықтап шығайық. Енді жауаптарын алдарына келтірейік. Ой бөлісу. Берілген сөздердің біреуін таңдап алып, ол сөздің өмірдегі маңызы туралы айтып беріңіз. Әке-шеше, дос, денсаулық, елге пайда болу, саяхат. Ойларыңызды ортаға бөліп көріңіздер. Үй жұмысы. Кеаккордты пайдаланып, сөз жұмбақты шешу. Осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.